жүреді. На самом деле ол әйел іздемейді. Он ищет бессознательно маму. Кішкентай кезде маманың мейірім махаббатына мұқтаж болғанда, вот сол кезде бейсаналы түрде мамасын іздейді. Немесе әйел адамдар болса, жаңағы ажырасып, қайтып қосылып, ажырасып, басқа деген мысалы. Мен өзім басымда да болды да. Бұндай кезде негізі біз айтамыз, немесе жетісіп жүр, ұялмай ма, деп айтамыз. Шындап келген кезде ол жерде еркекке деген, бір төсекке деген сондай бір құштарлық құмарлық емес. Бұл жерде я папу еще, папа қайда. Мен забота күткен кезде, махаббат күткен кезде, мейірім күткен кезде, мен сол анадан көрем, таппаймын, екіншісіне түсем, таппаймын, вот так вот ищем. Сондықтан папа мен мамамен проработка жасаған кезде біз көп жағдайда болашақ отбасымыздың іргетасын, фундаментін мықтылап қағып аламыз. Мамам 2 рет тұрмыс құрып 4 баланы өзі асырады. То же самое. Мен де 2 рет тұрмыс құрып 3 баланы өзім асырап отырмын. И норма деймін өзіме. А так норма емес қой күйеусіз. Конечно, норма емес. Вот ретритқа қатыссаңыздар, осы программаны өзгертуге болады. Сценарийді өзгертеміз біз. Мама пападан сепарация жасаймыз. Сіз мамадан сепарация. Сепарация дегеніміз жабыс қалу емес қой, клей болып. Сепарация дегеніміз солардың тағдырларын, солардың қиындықтарын, солардың программаларын қайталау. Сол қайталап жүре бергенде сепарация жоқ деп айтамыз. Түсінесіздер ма? Сепарация деген программадан бөліну. Мамадан ешкім жабысып жүрген ешкім жоқ. Программадан бөлу. Одан кейін мама папаны ақтап алу деген осы кісінің бір ақылы көмектеспеді. Сіз мен алдыма келмесеңіз қалай көмектесем мен сізге, мынандай так фейк екен ғой қылсын. Фейкті души салайық, Менің де нервім қыспасын, олардың да нервісі құрмай қойсын, мен үшін әуреленіп, өзінің басқа да тиісетін адамдар бас шығар, соған кете берсін. Так, мынандай ғой, мама папаны ақтап алу деген нәрсеге былай айтып барайық. Мама папаны ақтап алу деген сөз оларды кінәлау емес, оларды кешірмеу емес, вообще дело не в этом. Ата-ананы ақтау дегеніміз біздің бала кезіміздегі соларға деген қалып кеткен, бойымызда қалып кеткен эмоцияны сыртқа шығару. Самая мощная рабочая техника қандай дейді. Енді самая мощная рабочая техника бір ғана болатын болса, біз сол техниканы ғана айтып елдің бәрін 40 миллионер қылып жететін едік. Әркімдікі біреулер аудиал, біреулер визуал, біреулер көзбен көріп медитация жасайды, біреулер визуализация жасайды, біреулер аудиал, постоянно сабақ тыңдап жүреді, біреулер постоянно жаңағы аффирмация айтып жүреді деген сияқты. Әркімнің өзінің жанына жағатын дүние бар. Менікі мысалы үшін аффирмация. Мен аффирмацияны жақсы көремін. Мен мысалы медитацияға терпенем жетті, шын айтайын. Вот. Сондықтан да мына жердегі мысалы қараңыздар, ренжу деген қалай? Сіз кімге ренжіп жүрсіз? Мен сізге сұрақ қояйын, айтыңыздаршы, сіз кімге ренжіп жүрсіз? Мысалы айтыңыз, күйеуіме, мамама, папама, немесе жаңағы балам ЗРФ диагнозы қою менен болуы мүмкін ба? Вообще мынандай да, вообще бір нәрсені біліңіздер. Сіз біреудің ауырғанына кінәлі емессіз, біреудің қайтыс болғанына кінәлі емессіз, күйеуім арақ ішкеніне сіз кінәлі емессіз, күйеудің изменасына сіз кінәлі емессіз, понимаете? Біреу күнә жасайды, сіз оған неге кінәлі боласыз? Сіз ештеңкеге кінәлі емессіз. Вот елдер сондай айтып жатады ғой қазір. Мы ни в чем не виноваты, понимаете? Мен біліп тұрсам, баламның сонда инвалид болатынын білсем, қателік істеймін ба? Істемеймін ғой мен, да? Бұл жерде білместік деген нәрсе бар. Білместік деген нәрсе. То есть мен миымда қандай программа мен рөл етіп тұрғанын білмеймін да. Поэтому ана балам ауырғаны менен ба, анадан, сізден емес. Түсінесіз ба? Сіздің өзіңіз білмейтін бессознательный программалардан сіздің оған қауқарыңыз жетпейді. Соған вообще кінәлі емессіз да. Мен ажырасу үстіндемін, сот болғалы жатыр, әке-шешем ажыраспаған, мамам неге шыдап жүреді, ажыраспай ма деп ойлайтынмын. Вот, пожалуйста, бала күнімде содан кейін ба ажырасқалы жатқаным, бірде отбасын сақтағым. Жеке разбормен психологпен жұмыс жасағанда бұл ажырасудың алдын алуға болатын еді деп ойлаймын. Мынан ғой, бала кезінде кім мамасын осуждать етеді? Неге мамам мынандай еркекке шыдайды, папама? Неге таяқ жеп жүреді мамам? Неге мамам өзін реализовать етпейді? Неге мамам күшті киініп өзі жарқырамайды деген сияқты мамамызға деген қандай да біздің претензиямыз болатын болса, біз сол ситуацияны қайталаймыз. Аллах тағала басыңа алып келді, ал істеші соны өзің дейді да. Вот сосын істейсің. Сосын шекең шылқ ете қалады. Түсінесіздер ме? Біз соны жасаймыз, мысалы. Мамам неге ажыраспай ма деп ойлайтын едім дейді. Аллах көрсетіпті да, Алла ажырасып көрсетші жаңа өзің деп. Жетісіп жатсың ба? Теперь ты понимаешь, да, каково было больно мамаңа. Енді түсініп жатсың да. Вот видите? Сол үшін папам немене арақ іше береді, папам бүйте береді деп кінәлайсың, ол да алдыңнан шыға береді да. Кінәлап керек емес ешкімді.
бұрынғыдай мамамды жақсы көре алмаймын, әңгімелесе алмаймын, жақтыртпай тұрамын. Неге? Тұрмыстамын, 2 балам бар, декретте. Мені менсінбейсің ба деп айтты бүгін елдің қыздарына қызығам дейді. Мені менсінбейсің ба деп айтқан мамаңыз сіздің махаббатқа мұқтаж болыпты. Сіз неге мамаңызды жақсы көре алмайсыз, әңгімелесе алмайсыз? Потому что сіздің детский бір неңіз оянып кеткен, обидаңыз көтеріліп кеткен. И вот эта обида сізді жібермей тұр. Осуждение түсіндік, енді не істейміз? Вообще мама мен папа мен проработка қай кезге дейін жасалынады? Біз олардың сағынып тұрғанбыз даусында, сағынып естік. Мамам бірдеңе сұрай беретін, мамам ақша сұрай береді емес, өзің бергің келе береді, бергің келе береді. Осы состояниеға үшін жұмыс жасаймыз. Бергім келе береді мамамды, сағынам мамамды ойлаймын. Мамам шаршап қалды ма деп ойлап тұрамын. Мамамның дауысын естисем, жүрегім елжірейді. Міне осындай состояниеға келгенше біз проработка жасаймыз. Менде стыдно болады, мамам 2 рет неге тұрмысқа құрды деп, өзімде тура солай болдым дейді. Балжанка, соның бәрін жасап, тәубе етіп, Алладан кешірім жасап, оны қайталамаймыз. Проработка керек. Почему повторяется судьба родителей? Кімнің мамасы лағманды жақсы дейді, соның қызы лағманды жақсы дейді. Кімнің мамасы бауырсақты жақсы пісіреді, оның мамасы бауырсақ өзі жақсы пісіреді. Не көреміз, соны қайталаймыз. Примерно солай. Біз екінің бірде суши жасай алмаймыз да, өйткені мамаларымыз істемеген оны. Жолдасын ішеді, ойын ойнайды, не істесем болады? Жолдасы ішетін, жолдасы ойын ойнайтын, жолдасына көңілі толмайтын кісілерге ертеңгі онлайн ретритте мен керемет техника беремін. 40 күндік, сол 40 күндік техниканы жасайсыздар. Вот Құдай көріп тұр, вот ойын ойнаған адамдардың, тіпті наркоман дейді ғой, анаша шегіп, соны наркотикқа түсіп кеткен адамдардың результатын лично көрдім. Сонда состояние менде қазір дальше не істеу керек? Вот дальше мақсаттарыңызға жұмыс істейді. Мамаңызға деген махаббат бар, мамаңызға деген сағыныш бар, құрмет бар, полный принятие деген сол ғой. Полный принятие деген қараңыз, полный принятие, я полностью принимаю маму. Ал енді полностью принятие болмаған кезде біз қалай болады? Мамам жоқ болса сағынам, звондаса нервім ұстайды да. Примерно солай. Мамама бірдеңе әперсем өмір тырысып отырады, өміріме кірсе, уже это полностью принятие емес. Я не полностью принимаю маму, я половину принимаю. С вами можно вы встретиться в Стамбуле? Да, если қалада болсам, кездесуге болады не да. Мамам шеф-повар, кондитер, маған кухня ұнамайды, тамақ тәтті пісіруді білмеймін дейді. Ну, сіз әлі, может, жас шығарсыз, тұрмысқа шықтыңыз ба, соны айтыңызшы. Жолдасым бүкіл жерден идеальным, потому что сіз жақсысыз. Аллах сіздің ниетіңізге, пейіліңізге беріп тұр жақсы күйеуді. Қандай обида екенін қайдан білеміз? Папам 9 айымда қайтып кеткен. Вау, 5 жасымда папам біз тастап басқа семьяға кеткен деп айтқан. Қайтыс болған, не айтасыз? Так, папам 9 айымда қайтқан. 5 жасымда папам біз тастап басқа семьяға кеткен деп айтқан. Қайтыс болған. Түк түсінген жоқпын. 5 жасымда кетіп қалды деп айтты ма? Или қай кезде қайтыс болды, қай кезде кетті, мен түсінбей жатырмын. Менің күйеуім айны тыңдап, сен бұзылдың, эгоист болып өзіңді ғана ойлап кеттің дейді. Значит, сіз мені дұрыс түсінбегенсіз, немесе дұрыс жасап жүрген жоқсыз. Если сіз эгоизм сізде көтерілсе, тақапарлық, күйеуіңіз байқайды, оны бірден байқайды еркектер. Әйелдің изменасын, өзгергенін, бұзылған еркек сразу байқайды. Әйелдің ойына бір шайтан ой салса, еркектер оны сразу байқайды. Өзі еркектерге сондай бір не берілген негізінде, ол сразу біледі. Енді әйелдер де сразу біледі ғой көп нәрсе. Бірақ бізде күмән көп, мы подозревать ете береміз. Терезеге неге қарадың, біреуді ойлап отырсың ба деп ұра береміз, ол біз. Еркектерге қарағанда, кішкене бізге қарағанда четко болады айтады. Сен ол четко біледі да. Сондықтан да сен бұзылдың, эгоист болып кеттің десе, значит сізде эгоизм басым. Значит, вы неправильно делаете барлығын. Ажырасқанмын. Вот, пожалуйста. Мамам кондитер, тамақ тәтті істеген, мен түкті білмеймін дейді. Ажырасқанмын. Непринятие мамы, значит. Я ее не принимаю. Бүкіл поварлық, аспаздық қабілетімен қосып қойып принимать етпеймін. Хотя ол күшті повар да. Мен полностью не принимаем. Есть такое, Балжан? Шыныңызды айтыңызшы. Менде депрессивный расстройство қалай жазылып? Психологқа барып жазыласыз. Алла қаласа ертеңнің ары күні, бір күн ғана уақыт қалды, бізде онлайн ретрит басталады. 3 күн болады. Азаннан кешке шейін. Особенно бала көтере алмай жүргендерге мықты проработка болады. Одан кейін денсаулыққа байланысты мықты проработкалар болады. 6 февраль күні басталады. Енемді жек көремін. Енемді жек көремін деген кісілерге сұрақ. Өзіңізді жақсы көресіз ба? Осы сұрақ жауап беріңіздерші. Өзіңізді қалай көресіз?
Вот енді өзімді де жақсы көрмеймін. Конечно, жақсы көрмейсіз. Өзін толық жақсы көрген адам ата-анасын толық жақсы көреді. Немесе наоборот, ата-анасын толық қабылдап жақсы көрген адам бәрін жақсы көріп бастайды. Біз қалай ата-ананы қабылдаймыз, біздің тұла бойымыз махаббатқа толып бастайды. Махаббатқа толып бастайды. Вот махаббатқа толып бастаған кезде біз айналамызға сол махаббатты бере аламыз. Ол кезде бізге енем, мысалы үшін енемен проработка керек, мен никогда енемен жұмыс жасамаймын. Мен мамамен жұмыс жасаймын. Жолдасым бүкіл жерден идеальный деді. Но алысқа кетсе, қыздармен тупо WhatsApp'пен сөйлесіп кетеді. Почему дейді? Это, во-первых, жолдасыңыз полностью идеальный емес. Это біріншіден, да? Полностью идеальный емес. Идеальный ол Құдай ғана. Құдайда ғана мін жоқ. Адамның барлығында кемшілік бар. Екінші, алысқа кетсе қыздармен тупо WhatsApp'пен сөйлесіп кетеді дегенде, сізде сомнение көп, күйеуіңізге не доверяете. Скорее всего, бұл камош либо мамасы папасына доверять етпеген, либо камоштың өзі папасына деген кішкене сомнениялар көп болған. Вот. Ну, қарап көру керек оны, да. Күйеуімнің өмірі жолы болмай жүреді, жұмыссыз көп жүреді. Мені кінәлайды, мен бе кінәлі? Конечно, сіз емес. Оның жолы болмайды, сіз не қатысыңыз бар? Өз жолы үшін өз жауап берсін. Бірақ мынандай бір сұрақ қойғым келеді, да. Күйеуіңіздің өмірі жолы болмайды деген кезде сіз айтыңызшы. Бірінші сұрақ ойланбай жауап беріңіз. Күйеуіңізге деген сеніміңіз қаншалықты? Қаншалықты сіз оған сенесіз? Күйеуіңіздің өсетініне, түбі бір тесікті тесіп шығатынына, жарып шығатынына сеніміңіз бар ма? Если сізде сенім болмаса, значит, оның айтқан сөзінде кішкене шындық бар. Айнұр ханым, командаңыздың қыздармен ақылдасып жасаңызшы, телеграмға енгізіп видео сабақты сақтап көруге болады. Қатты қатысқым келіп тұр дейді. 40 күндік аста болам, 6-7-сі. Перманент Муа Алматы жаным, сабақ сақталады. Бір апта толық сақталады. 40 күндік аста болатын болсаңыз, 6-7-сі, 8-і, 9-і, 10-і көре бересіз. Түсінесіз бе? Көре бересіз. Анифа ханым, жаным, қалайсыз? Сіздің сабақта отырсам, ұйқым келе береді. Ол біріншіден мүмкін қызық емес болуы мүмкін, иә? Мен елдің бәріне ұнайтын доллар емеспін ғой, да? Біреуге ұнаймын, біреуге ұнамаймын деген сияқты. Мүмкін даусым картавит еткен ұнамауы мүмкін. Бірінші сол болуы мүмкін. Екінші енді сопротивление болуы мүмкін. Адам сопротивление болған кезде, мысалы үшін ата-анамен проработканы біліп тұр, ата-анасына обидасы бар екен, но жасағысы келмейді адамдар. Жасағысы келмейді, да? Соны жасаса ұшатынын біліп тұрады, бірақ жасамайды адамдар. Неге? Потому что бірдеңе жібермей тұрады өзі солай. Сол кезде адамды ұйқыға тартады. Менде үй тірлік фитнесім бар, енді тамақ жасасам үйде отырып қалармын дейді. Ну, енді мен сізге тамақ жасаңыз деп айтып жатқан жоқпын. Просто маму настолько принимайте, соны ғана сұрағым келіп тұр, да? Обязательно маманы қайталау деген, мамамыз мысалы мектептің полын жуса, біз соны пол жумаймыз ғой примерно, да? Сол сияқты оның істегенсін толық қайталау ол мүмкін емес вообще-то, да? Әпкелерімен түсініспеушілік деп проработка керек. Это вот детский позиция ғой. 10 мың шақ дегенге қалай қараймын? 10 мың шақ деген керемет жақсы қараймын. Бірақ енді тупо миыңа ана өзінде ми жоқ дейтін бір Абайдың өлеңі бар ғой, соғыста мисыз, күйсіз 10 мың шақты тупо жүре беруге қарсымын, конечно. Телефон шұқылап, телефонмен әңгіме айтып, да. 10 мың шақ жүрген кезде адам зікір айту керек, шүкір айту керек, миды жұмыс еткізу керек қой, аяқпен қоса. Әйтпесе қазақ айтады ғой, ақымақ бас екі аяқтың соры дейді ғой. Просто 10 мың шақ жүре бергеннен өмір, көңіл өзгеріп кете бермейді. Қатты көңілім қалған адаммен араласқым келмейді. Сізде денежный поток полный закрыты. Полный. Сіз қандай бизнес жасасаңыз да банкрот қалып келе бересіз. Не үшін? Өйткені көңіліңіз қалған адаммен араласпаймын деген сөз, мен обиданы, біреуге деген ренішті бойымда ұстап қалам деген сөз. А бойда тұрған реніш, ол қайдағы ақша, ол вообще өмір сүруге деген желание құртып қояды. Реніш іштен энергияны жейді, иммунитетті жеп қояды. Түсінесіздер ма? Сіздің бұрын сабаққа қатысқан Арман Мақсат жазу техникасын өзіме жақсы көмектесті дейді. Айнар Абайжанның сабақтары болады. Прямо осы онлайн ретветте біз Айнар Абайжанның сабағы болады. Именно мощный сабақ өткізеді. Енді Алла қаласа, осы жол біздің 3 күндік ретвет таңертең 11-ден басталады, кешкі сағат 5-ке дейін болады. Күніне 6 сағаттан 3 күн отырамыз. 3 күн бойы отырамыз. 2-3 адам қосылып қатыссаңыздар болады. Енді бұл жерде
Айгүл Жомартқызы бізде қазір спикер болады. Айгүл Жомартқызы ана болғым келеді деген кісілердің барлығына мықты сабақ өткізеді. Вторичный бесплодие, первичный бесплодие неден болады, экзема, миома неден болады, осы женский заболеванияның барлығын психосоматикасын, проработкасын айтатын болады. Одан кейін бізде Айнара медитация, прямо квантовый скачок медитациясын жасатады. Это вообще мощный. И одан кейін жарты жылға шейін онлайн ретрит болмайды, бәріңіз жақсы білесіздер. Одан кейін бізде Айсана аллергияның, жаңағы бас ауыра берудің, мына бронх заболеваниялардың, жалпы аурулардың психосоматикасын қалай проработать еткізуді полностью айтатын болады. Ауырып жүрген туысқандарыңыз болса, қатыстырсаңыздар болады. После измены вообще сенбеймін. Өйткені сенім сынып қалған ғой, қайта-қайта сына берген. Оны реттеуге болады, сенімді қалпына келтіруге болады. Жаным, сізді сонда 2019-дан бері қараймын ғой, көп техникаңыз істеп, талай арманым орындалды. Өзіме ыстықсыз дейді. Рахмет, Балжан. Рахмет, қыздар. Маған өте қатынайсыз, тыңдай бергім келеді. Рахмет, қыздар еке. Әкем есіме түсіп кетсе сағынып тұрамын, жақсы көріп, ақша салса бергім келіп тұрады. Анама деген сезімдер ондай емес. Қалай? Онлайн ретритке қатысыңыз, ата-анамен проработка жасау керек болады. Ата-ананың ішкені өздеріне бізді алыстатқаны өміріме қатысы бар ма? Түсінбей қалдым. Ретрит сабағы бір ай сақталады дегеннен солай болмай ма, алып жетсіз болатын. Мына қараңыздаршы. Біріншіден бір ай сақталсын деген адам, ол көретін адам емес. Көретін адам өзі 3 күндік сабақ, ары қарай 10 күн тұрады, 10 күннің ішінде көріп алады, оның барлығы өтірік. Ал жан таласып тұрып көріп алады. Потокқа шығатын адам, мощный энергия соғып тұрған адам оны созып жүрмейді. Сондықтан бір ай сақталады деген нәрсе жоқ. Бір ай сақталады деген ол бір ай көрмейсіз дейді, отвечаю, өтірік оның барлығы. 3 күн қатыса алмадың ба, одан кейін 3 күн бар, одан кейін 3 күн бар, одан кейін 3 күн, одан кейін көремесең, значит оның барлығы өтірік, ол үшін көрмейсің оны. Ретритке қатыссам, таңнан кешке дейін 6 сағат телефонда отыра алмаса қалай болады? Өткенде мен онлайн ретрит жасадым 3 күнде. Көп деген әйелдер, балалары бар қасында, баласын емізіп отқан, мен онлайн зумда қарап отырам ғой, баласын емізіп отыр, тамағын істеп жатқанын көріп аттық. Магазинде тұрған сатушы қыздар құлақтарына наушник кіріп, саудаларын жасап, мен ұйықта десем, ұйықтап, жаса десем, жасап, сондай жасап тұрды. Сосын бір қыз болды, андай кухняда, бір ресторанның кухнясы ма, столовый ма білмеймін, кухняда ресторанда істейді екен. Сол ресторанда тұрып нан жайып сөйтіп жатыр, нан илеп сөйтіп жатыр, наушникпен соны тыңдап тұрды. Сондықтан барлығы өтірік, тыңдай алмасақ, деген. Бақытты болғың келе ма, бай болғың келе ма, бір мүмкіндікті қалап тұрсың ба, сол мүмкіндік беріліп тұр. Сондықтан оның барлығы ішпей жемей, тамақ ішпей отырып аса елдер өліп талды. Тек жатқың келеді, жылағың келеді, ештеңке жақпайды. Неге? Пока жатыңыз, шаршаған кезде тұрасыз ғой бір күні. Өз мамам орамалыңды шеш дей береді. Көп сөйлескім келмейді, сөйлессем ұрса береді. Оған продукт жасасам қоям екен. Конечно, қояды. Біріншіден, көп сөйлескім келмейді, орамалыңды шеш дей береді. Біріншіден, ең үлкен тәкаппарлық, әке-шешеме қарағанда мен ақылдымын, оларға қарағанда мен имандымын деп ойлау, бұл енді ең үлкен тәкаппарлықтың көкесі. Осы шайтан осы жерден ұрады сен. Сен орамалың бар, сен иманды, күшті, ақылдысың. Оның өзі орамалы жоқ. Ол орамалға қарсы шығып жатыр. Ол Аллаға қарсы шығып жатыр деген сияқты шайтан сен анаңа қарсы қойып қояды. Ал исламда не дейді? Ата-ананың разылығы Алланың разылығы дейді. Сондықтан да ата-анамен қырылып жүріп, алысып жүріп, ауыр сөздер айтып жүріп, жүректерін жаралап жүріп, менің оққан намазымнан, берген садақамнан пайда болмайды деп ойлаймын өз басымда. Ретриттің бағасы 3 күн болады. Таңғы сағат 11-ден кешкі 6-ға дейін болады. 6 сағаттан болады. Күн сайын 6 сағаттан болады. Байлық, масштаб, продажаны үйрену, бизнес жасау, ата-ананың проработкасы, күйеумен қарым-қатынас, измена, предательствоға проработка, и самооценкаға мен ешкімге керегім жоқ деген. Аурулардың психосоматикасы, бала болғым келеді, тұрмысқа шыққым келеді, сосын арақ ішетін күйеуге, ойын ойнайтын күйеулерге арналған техникалар болады. Осы 3 күн бойы 6 сағаттан 18 сағат бойы отырамыз тапжылмай. Ойлаңыздаршы, мен ойлаңыз, сіздер айтасыздар, мен көре аламын, мен айтсаңыздаршы, 3 күн 18 сағат сіздер үшін сөйлейін деп отырмын да. 100 000 теңге бағасы. Егер 2-3 адам қосылып, бір-ақ ссылка беріледі. Бір ссылкамен бір жерден отырып қарайсыздар. 3-4 адам қосылсаңыздар, может 25 000 теңгеден. Подругалар, бір үйдің ағайынды қыздары, көршілер бірге қосылып қарасаңыздар болады. Гуанчжоуда Алла қаласа бізде ретрит болады. Март айының, мен примерно уақытысын айтайын, иә. Бізде Үргеніште болады тағы да ретрит. Қарақалпақстан Нүкісте болады. Мен қазір айтып қояйын. 19 февральда бізде ораза басталып кетеді, иә. Аружан. 28 февраль, 1 март бізде Үргеніште болады ретрит. Одан кейін 7-сі, 8-і, 9-і неде болады? Гуанчжоуда болады примерно.
7, 8, 9 март Гуанчжоуда ретрит болады. 28 февраль 1 март Үргеніш Қарақалпақстанда болады. Ана бала кезде ұрып соғып керегіңді алып бере алмаса қалай қабылдау керек, тамаққа ет салмадың деп әкем пышақ тыққан маған дейді. Қараңызшы, дәл қазір сізге сол әкеңіз пышақ тығып жүр ма, біреу пышақ тығып жүр ма? Баяғыда болды, кетті ғой, ол маңызды ма қазір ол? Мысалы, мен жас кезімде өзімді ұстай алмағанда, көзім көрмей қалғанда ұлымды да ұрдым, қызымды да ұрдым. Қазір өкінемін да. Мен оның ешқайсысын әдейі жасаған жоқпын, примерно да. Мынандай ғой, папаңыз пышақ тыққан, папам жестокий болған деп айтады ғой әйелдер да. Мысалы, біз мынандай ғой, қазір мысалы, садикте біреудің баласын ұрып жатса, жылап қараймыз, оңбаған, қолын сындыру керек, мынау қалай баланы ұрып жатыр, өзіміз баламызды одан жаман ұрамыз ғой. Вот честно, қыздар мойындайықшы, иә. Біздің өзіміздің ақымақтығымыз, өзіміздің қателігіміз, қатыгездігіміз өзімізге білінбейді. Біреудікі қатты білініп қалады да. Особенно әке-шешеңкі қатты білініп қалады. Үргеніште 28-бірінде, я Үргенішке Нөкіске барам мен. Соны біле тұра шешем скорый шақырмады. Онда чульпан сатам. Сізге бола, онда 1 мартқа қойайын Гуанчжоуды. Нөкіске 6, 7, 8 мартта барайын. Солай ма? Ретритте ұйықтау керек бола ма? Жоқ, ұйықтау керек емес, просто альфаға кіреміз ғой. Баламды мектепте қысып жатып, төбелескен ғой, көп бір нәрсені мойнына іліп, бірақ жасағанды жасады деп, жасамағанды жасады деп, иә. Қараңыздар, қазық ұл қызы балаңызды қысып жатыр. Вот честно айтыңызшы, балаңыз үшін сіз переживать етесіз ба? Балама бірдеңе болып қалады, балама басқалар тиісетін сияқты, баламды басқалар басынатын сияқты деп қорқатын болсаңыз, естественно, ол балаңыздың алдынан шыға береді ол жерде. Балам бірдеңеге ұшырайды деген әйелдер өзі бірдеңеге ұшырап қалады, иә, көбінесе. Біз баламен жұмыс жасамаймыз. Балаңыздың барып садиктегі, мектептегі достарымен жұмыс жасамаймыз, мұғалімдермен жұмыс жасамаймыз, біз сізбен жұмыс жасаймыз. Сіздің миыңыздағы балаға байланысты қорқыныштарыңызды алып тастау керек, примерно сондай. Я бізде тиктокта қазір 505 адам отыр екен, инстаграмда 680 адам отыр екен, қазір тиктокта өте актуальны болып кетті, иә. Астанада 9-10-ында болам. 9-10-ында бізде ретрит болады, бірақ ретритке орын қалған жоқ. Жеке разборға орын қалған жоқ. Алматыда 2 күн ретрит жасайын деп едім, 13-14-іне шын айтайын, оған мен шаршап қалатынымды біліп тұрмын. Демалайыншы деп шештім, бүгін атымен жасап тастадым. Алматыға жасай алмаймын. Енді сол әке-шешемді қабылдай алмай жүрмін, олардан бөлек тұрамын дейді. Жұмыс жасау керек. Айнап айтыңызшы, 30-дамын, замуж не хочу, танысқан бұрынғы таныс жігіттер үйлену туралы ұсыныс жасайды. Неге? Негесіне жақсы көреді, үйленгісі келеді, неге ұсыныс жасайтын өздеріңіз сұрамайсың, не жасайсыңдар ойбай деп, мен қайдан білем. Замуж не хочу деген сөздің сұрағын мен айтқым келіп тұр. Почему замуж не хотите? Если әйел тұрмысқа шыққысы келеді, әйел болғысы келеді, ана болғысы келеді. А вы почему не хотите? Может быть, мамаңыздың бақытсыздығын көп көрдіңіз. Может быть, ажырасудан қорқасыз. Замужество деген нәрсе, тұрмысқа шығу деген бақытты болу, бақытымды арттыру деген түсінік емес сіздің установкаңызда. Тұрмысқа шығу деген тірлік жасау, қор болу, сор болу, жаңағы жылап сықтап өмір сүру деген сияқты бір, значит, соның артында бір программа бар. Ақшаның қорқыныштары не деп отыр? Ешкім ақшадан қорықпайды. Ақшадан қорқыныш деген нәрсе жоқ. Ақшаның артындағы ситуациядан қорқу бар. Ақша тапса мені ұрылар тонайды. Ақша тапса мені өлтіріп кетуі мүмкін. Ақша тапсам туысқандарым талап алып кетеді. Ақша тапсам менің соңыма біреу түсіп алады, мені тексереді. Ақшадан қорықпаймыз. Ақшаның артындағы ситуациядан қорқамыз. Тұрмысқа шықпай жүрмін, даже жігіт жоқ. 31 жас не себеп болуы мүмкін? Не көп жігіт көп? А почему сізге жігіт жоқ? Потому что вы жігіттерді не принимаете, вы отталкиваете, да? Біз нені көргіміз келеді, көреміз. Көргіміз келеді. Бессознательно көргіміз келген нәрсені біз әрқашанда көреміз. Бессознательно сіз жігіттерді көргіміз келіп тұрған жоқ. Жігіт кездесе, сіз тұрмысқа шығу керексіз, тұрмысқа ғашық боласыз. Ғашық болсаңыз, тұрмысқа шығасыз. Тұрмысқа шыққасын оның артында қандай негативті программа тұр. Осы үшін сіз
жігіттерді көргіңіз келіп тұрған жоқ. Елде тұрмысқа неге шықпайсың десе, жігіт жоқ дейсіз. Жігіт жоқ. Нормально, логично ма? Логично. А шындап келгенде неге жоқ? Қаптаған бәленбай миллион жігіт сіздің көзіңізге түспей жатыр. Өйткені жігітті көргеннен кейін оған тию керек болады. Сөз салғаннан кейін. Міне сөз салды ғой, тиетін едім деп айтып жүрсіз, иә сіз. Я подозреваю, сөз салса да сіз оған пока тимейсіз. Өмірлік жолдасым көп өтірік сөйлейді, үйге ұрлық қылады. Енді сізге сұрақ, бала кезіңізде кім өте көп өтірік айтатын еді? Мамаңыз, папаңыз, ағаңыз кім? Сіздің өміріңізге қайталанып келіп тұр ғой. Тұрмысқа шығайын деп жатырмын, бірақ соңғы уақытта шыққым келмей қалды. Іштей қимастық па біртүрлі. Ну, значит, не готовы, асықпаңыздар. Менің күйеуім жадный. Опять балалық шағыңызда кім сараң болды? Гуанчжоу ретретте 28 февраль 1 март деп қойып тұрмын. Айым, ол кезде жаңа жылдарың бітетін бет сен дедің. Қытайдың жаңа жылы деген алаңсыз теге өрескел жаңа жыл деген 40 күндік. Жаңа жыл деген бір күн болмай, бір күннен кейін бір жылға өтіп кетпейміз ба, иә? Бұлар бір ай өтеді екен. Не білемін мынау. Жолдасымнан ажырасқым да келеді, ажырасқым да келмейді. Ажырасқым да келеді, ажырасқым да келмейді. Шаршадым, не істеуге болады? Терапия бәріне бардым, балдармен қатты. Дұрыс психологқа барсаңызшы. Балдармен қаңғитта жүреді, 6-да кетеді, кешкі таңғы 5-те келеді, күні бойы ұйықтайды, кешке дейін шаршадым. Вот соны бар ғой, иә? Сол жолдасыңызға қарамай, соны қалай ұстап қаламын, қалай байлаймын деп ойламай, бір бизнесті ашып, салонға барып, шашты жайып жіберіп, жарқырап дастарханды жайнатып жіберіп, өзіңізбен өзіңіз даусыңыз саңқылдап шығып, үйдің ішін гүл қылып, жүзіңізді гүлдендіріп жіберіңізші, көретін едім таңғы 5-те келген. Азаннан кешке шейін сіздің соңыңызда сіз даңдумен қалады да бұл. Ондай өте көп әйелдер болды ғой. Бітеді екен, иә? Онда 28 февраль, 1 март, 1-2 март деп қоя салайықшы, айым, иә? Қаншасына бітеді? Айым негізі немене ретит деппін ғой. 28-і суббота, 28-і бірі қойсақ. Неге осы абьюзер жігіт жолығады? Потому что папа был абьюзером. Мен күйеуім арақ құмар, мінезі айқай үндемесен құтыра береді, бір күні басыла қалады. Енді айтыңыз, бала кезіңізде кім арақ құмар болды? Кім арақ ішті? Нөкіске барамын, нөкіске ретветке 7-8 мартта барамын. 7-8 мартта барамын. Так, 25-не бітіп қалады, иә? Өйткені мен 1-2 күн ертерек барып, анамны алайын деген ғой, айымчик. Онда мен 26-сына бара берсем, так, февраль 25-не шықсам, 26-сына барады екенмін. Мына сіз, наурыз несі? 25-не барам, 26-сы, 27-сі. Нөкістің ретвейтін, скорее всего, 14-15-не қоямыз да, онда, иә? Вот примерно солай. 14-15 мартта баратшады нөкіске. Алматтағы ретвейт болмайды, атмен жасап тастадым. Өйткені мен 3 күн онлайн ретвейттен кейін кішкене маған ресурс керек. 3 күн онлайн ретвейтім бар, одан кейін ана, иншалла, Алла нәсіп етсе, 2 күн офлайн ретвейтім бар Астанада. Жесір қалған әйелдерге қандай кеңес айтатын едіңіз? Өмір онымен біткен жоқ, өмір жалғасады. Сіз болашағыңызды дәл қазіргі сәттен бастап, ертеңгі күніңізден бастап, ғажайыпқа айландыруға, ғажайыпқа толтыруға, бақытқа толтыруға, соған мақсат қойыңыз. Нөкіске орын бар, нөкіске әлі продажа ашылған да жоқ, әлі хабарлаған да жоқ. Біз асықпаңыздар, нөкісті Айнарадан жұмыс қалдыңыз ба? Я, Айнара менің командамда. Алла қаласа біз нөкіске Айнарадан алып барамыз, скорее всего. Соңғы ақшасына дейін кальянға құтып отырады. Памперс жоқ па, барма, бас қатырмайды. Тыныштығын сақтайын, психологқа бардым. Көп терапия өттім. 3 баламен үйде отыруда қиын. Туалетке кіре алмаймын. Мен бүйтіп жатырмын, мен қиналып жатырмын. Мен күйеуіңізге айта бересіз ба? Мен сен жоқта балалармен бүйтіп отырмын, мен жылап отырмын, туалетке бара алмаймын, памперске ақша жоқ. Да. Оставьте ол күйеуді, мысленно оставьте. Жүрсін қаңғырсын, өзіңізге фокус, өзіңізге салыңыз. Мен өзімнің аңдығаным мына дала болса, еркектің де аңдаған дала ғой. Мен өзіме қалай акцент жасай бастаймын, ол да маған акцент жасай бастайды. Маған өзіме деген құрметті мен өзіме үйретем, өзімді құрметтеп үйретем. Өзіме внимание беретем, мен өзіме внимание бөліп үйретем. Маникюр, педикюр, конечно, сіз туалетке бара алмасаңыз, қайдағы маникюр, педикюр, видео бетіңізге маска жасап, балаларыңызбен ойын ойнап,
Вот постепенно жасаңыз. Күнде медитация жасаңыз. Сіздің сабақтағы техникаларыңыздан көп арманым орындалды. Үлкен чекке шыққым келеді. Онлайн вететке қатысыңыз, үлкен чекке шығу туралы, масштабқа шығу туралы біз Алла қаласа мықты осы онлайн вететте айтатын боламыз, Алла нәсіп етсе. Вететке қатысу үшін мен қазір телефон қойып қояйын мына жерде. 8702 237 99 41. Life is beautiful деген кімнің парақшасы? Ойбай-ай. Менің ағамның қызы бар ғой. Баяғыда Моймир дейтін болатын ғой. Сол цветок жизни деген парақша ашып, атын айтуға қорқып, мен цветок жизни деп скриптер қойған ғой, енді өзінше сөйлеседі ғой деймін. Соны бір күні мен әпкем айттым, ана Беканың қызы цветок жизни деген парақша ашыпты деген ғой. Қойшы деп звондап айқайлап, не сен жігіт іздеп жүрсің ба? Цветок жизни болып. Не қылған цветок ол деп. Көшті құрт деген ғой, сөйтсе ана байғыз қорқып кеткен ғой. Өшіп совет есінде басқа парақша ашып, капелька счастья деп. Сіз қалай сынала бересіз? Андай знакомый общий бірдеңеден шығып кетеді ғой. Задержка психического развития балаларында неден болады, 2 баламда дейді. Дұрыс тамақтанбағаннан болуы мүмкін. Әртүрлі жағдай болады ғой, сіздің стресске түскеніңізден болуы мүмкін. Оны жалпы баланың ауырғанына ананы кінәлау деген бұл вообще топастық қой. Кім өзінің баласына ауру тілейді, кім өз баласына жамандық тілейді вообще ол деген. Солай айтуға бола ма вообще да? Мен 200 зарплатада 10 жыл бір жұмыста отырдым. Жұмыстан шығуға, ауысуға қорқам. Жұмыста өсу жоқ. Өзің сияқты 200 зарплатада отырған 3-4-5 адамды қосып алыңыз да, онлайн вететке қатысыңыз да, миды жөндеңіз ертең. Мына онлайн жұмыстан зарплатадан шығуға қорқасың. Не үшін? Зона комфорта. Комфортна, ай сайын стабильно келіп тұр 200 мың деген. Ол жете ма, жетпей ма бізге бәрібір. Отырмыз, әйтеуір жұмыс бар ғой. 2 миллион табатын мүмкіндіктер бар мына жақта. 2 миллион. Мына біздің кейбір қыздарға күніне 2 миллион теңге табасың десең, айына ойбай қойшы, оған мен бармаймын. Мен өткенде өзіме бір директорлық қадам іздедім, сол бір қыз келді. Қанша айлық бересіз дейді, 2 миллион беремін десем, жоқ, оны істей алмаймын дейді. Елдер 2 миллионға сөйлеспейді да, даже сіз 200 мыңға отырсыз әлі. Не үшін? Ол қыздан қай жеріңіз кем? Ешқай жеріңізде кем емес, просто сенімсіз сіз өзіңіз. Қолынан түк келмейді деп ойлайсыз, өйткені миыңызға құйып тастаған, сен қолынан түк келмейді. Отыр тыныш деп сізді төмпештеп тастаған. И зона комфортаға кіріп алып, тыныш отырсыз содан кейін. Няням бәрі бар, еще жеке тұрам, еще өзімен айналысып жүрмін. Аллаға шүкір. Алла разы болсын сізге. Үлкен рахмет қыздар. Баланың ауырғанына, күйеудің алқаш болғанына, күйеудің өзі кінәлі. Измена жасады ма, ол өзі кінәлі. Баланың ауырғанына бұл Алланың берген сынағы. Кім қарызға кіргісі келіп қарызға кіреді? Кім ажырасқысайын деп ажырасады? Кімге ұнайды ажырасқан әйелдер баршысыздар ғой, иә? Это как смертельно больно, это смертельно больно. Бір өліп, бір тірілесің. Оны Құдай ешкімнің басына бермесін да, ондай ажырасу деген сынақты. Сондықтан оларды осуждать етіп, оны біреуді кінәлап керек емес. Ешкім ажырасайын деп ажыраспайды. Ешкім қызық қылып бәле қылып ажыраспайды. Миындағы программаны игере алмағандықтан амал соны ажыраспайды екен, өзі де білмей қалады. Жүрек тыныш емес, онлайн ветвейді. Менің інім раздражает, маған дөрекі сөйлейді. Не істесем, онлайн вететке қатысыңыз да. Інім раздражать ете ма, дөрекі сөйлей ма? Ініңмен проводка жасамайсың, ертең күйеуің дөрекі сөйлейді. Күйеуіңмен проводка жасамайсың, балаң дөрекі сөйлейді. Ол өмірдің заңы. Кеше келіп тұр маған, менің папам анаша шеккен дейді. Енді де күйеуім шегеді дейді. Күйеуім шегіп, енді қазір күйеуім намаз оқып, нормально қойып кетті, енді балам шегіп жүр дейді. Вот. Пока не принимаешь папу, плюспен минусымен бірге, ол шыға береді алдынан, шыға береді. 5-6 рет ана бар ғой, алдана беретін адамдар болады. Анаған ақша алданып қалады, мынаған алданады, анаған алданып жүре береді да. Шекесіне тимейді дейміз ғой біз. Или айтамыз, осының шекесіне тимейді, не кредит алады, ол жетіскеннен алып жүрген жоқ. Бессознательно бір кругта жүр. Бессознательно. Құмаш дейді. Бұл менің парақшама кіріп, Құмаш деген қалай кетті? Менің парақшама кіреді да, менің эфиріме кіреді да, сен қумай аузын жап дейді да. Ойлашы, бұл деген ана ғой, біреудің үйіне кіріп барып мен да, неге тамақ ішіп отырсыңдар мына үйде деген сияқты әңгіме ғой бұл. 2022 жыл сабағыңызда алып, блокнотқа мақсат жаздым, біраз орындалды. 3 рет шетелде болдым, өз ісіммен айналысып, миллиондар ұстап жүрмін. Енді масштабқа шығу мақсатым өзім туралы айтып бергім келеді. Уай.
Нукустегі ретриттің бағасы қанша болады дейді. Нукус жақындасын, енді сол кезде айтамыз 14. Оспасынан ақшаңызды жинай берейін деп жатсыз ба? Нукустегі ретриттің бағасы $300 болады. $300 болады. Оған 20 адам қатысады. Болды, сол 20 адам үшін барып қайтам. И все. Магазинімді үлкейткім келеді, ретрит көмектесе ма? Конечно, көмектеседі. Қыздардың ішінде әкемді қатты жақсы көретін, мінезін түсініп қабылдаған мен дейді. Бірақ жолдасым оңбады, енші байым. Бір дұрыс болмады дейді. Неге? Қыздардың ішінде әкемді қатты жақсы көретін, мінезін түсіп қабылдаған менмін дейді да. Бірақ жолдасым әкесін қатты жақсы көретін, мінезін түсіп қабылдады. Бірақ жолдасым оңбады. Айтыңызшы, жолдасыңыз бен күйеуіңіздің арасында қандай ұқсастық бар? Осыны айтып көріңіз. Ретрит деген не? Ретрит деген кәдімгі больницада жатып шыққан сияқты, бұл терапиялық жұмыс қой. Больницаға мысалы үшін сен соқыр ішек болсаң, үйде аналген ішіп жазыла алмайсың да, болады ғой. Немесе гепатит болсаң, сен үйден оны дәрі ішіп жазыла алмайсың, оны жату керек та, полный комплекс алу керек, басынан бастап. Ретрит деген осылай. Женский онкологияның себебі неде? Женский онкологияның себебі обида к папе и к мужу. Ажырасқам 2 қызым бар, замуж хочу. Ой, еще как күшті күйеуге тиесіз. Үргеніште ретрит 14-15 март дедік па? Сол кезге қойып тұрмыз ғой, примерно. 7-8 мартқа қояйын десем, 8 мартты жағаласып кетем ба деп тұрмын. Ну, скорее всего, 14-15 мартқа қоям. Или 7-8 мартта бара берем. Көреміз енді. Жетінші, 8 мартқа қоятын, наверное. Қарызға батып кеттім, барлық ескі жабық құрбыммен арамыз бұзылып кетті, қарыз едім. Ничего страшного. Тамақтан тия алмаудың. Тамақтан адам неге тия алмайды? Адам біріншіден тамақтан тия алмаудың бірнеше психосоматика, артық салмақтың бірнеше психосоматикасы, бірінші генетикалық тұрғыдан айтамыз. Екіншіден стресстен. Үшіншіден адамның денесінде өте көп реніш болатын болса, өте көп агрессия болатын болса, адам бессознательно семіріп кетіп тамақ іше береді. Одан кейін осознанно қателік жасау неден болуы мүмкін? Бухгалтердің штраф алсам да сабақ болмайды. Неге серьезно қабылдым? Потому что вы сами себя наказываете, ақылжан. Потому что сізде чувство вины көп. Когда я виноватая, мен кінәлімін ба? Кінәлі адамды жазалану керек. Поэтому сіз өз-өзіңізді наказываете, айналып кеп. Сіздің сабақтарыңыздан кейін миллионға шықтым, енді одан да көп тапқым келеді. Вообще біздің сабақтар негізі ер азаматтарға жақсы көмектеседі, да, почему-то, не знаю, неге екен. Ата-анамды толық қабылдағанын қалай түсінеді? Ата-ананы толық қабылдау деген сөз, ата-ананың әр сөзі сізге майдай жағады. Сіз оны всегда сағынып тұрасыз. Көрмесеңіз іздейсіз. Ата-анаңыз ауырып қалса, жүрегіңіз ауырады. Ата-ананың ойлаған кезде, ата-ананың қабағы түйіліп қалса, сізде маза болмайды. Вот ата-ананы толық қабылдауды. Если мамам звондай береді, мамамды жақсы көремін дейді, бірақ мамам звондаса, мен трубканы көтергім келмейді. Или болмаса мамам ақша сұрай береді. Мамасынан өзін ақылды сезінеді. Мамасынан өзін мықты сезінеді. Ол уже непринятие, да? Примерно осындай нәрселер. Одан кейін бізде көбінесе мама-папамыздың отбасылық қарым-қатынасына кіріп кетеміз. Мысалы, папам, мамам екеуі бүйтті, сөйтті, папам измена жасады. Ол папаңыз измена мамаңызға жасады, сізге жасаған жоқ. Это их отношения, сексуальные, интимные отношения. Да? Туда не лезьте. Туда не лезьте, да. Ер адам емеспін, әйелмін. Я сізді біліп тұрмын, мен тиктокқа жауап беріп отырмын. Ретритке бірігіп қатысатын қыздар жазыңдар. Ретритке бірігіп қатысқанда сіздер бір жерде отыруларыңыз керек. Бір жерде, бір комнатада отыруларыңыз керек. Әркім әр жерде отырып болмайды олай қатысуға, иә. Игроманияның емі бар ма? Осы бір игроманияға байланысты, осыған байланысты менде бір 2 кейс бар. Біреуісінің күйеуі игроманиядан қойған, біреуісі наркотиктен қойған, біреуісі измена жасауды қойған. Үшеуісіне сол бір техника бергенмін, үшеуісіне де сол көмектескен бір техника. Сол техниканы ертең ретритте мен түсіндіріп айтып беретін болам. Алла қаласа 40 күн соны жасайсыздар. Как раз ораза келе жатыр, енді четко улет кетеді енді Алла қаласа.
Өткенге өкіне беремін, не істеуге болады дейді. Онлайн ретрит. Кішкентайымда бухгалтер болам дейтін едім дейді. Негізі үйдегілердің бір бухгалтер қателесіп түрмеге түсіп асылғанын естіп, осы мамандықтан максимально қашып соңында осы мамандыққа келгенмін дейді. Жаңағы асылып қалған дегенге проработка жасадыңыз ба? Если жасамасаңыз, жасау керек оған. Оған жасау керек болады. Неге бриллиантқа конкурс болмады? Бриллиантқа конкурс болады. Оны біз числосын айтқан жоқпыз ғой. Біз ол кезде айттық 8 наурызға бір адамға сыйлаймыз деді. Ол болады, одан қорықпаңыздар. Женский онкология ер азаматтарға деген, папаға деген, күйеуге деген реніште болады. Особенно көп измена көрген әйелдерде по-женскийден кішкене сондай не болады. Заболевание көп болады. Онлайн ретритінің бағасы 3 күн өтеді, 18 сағат, 100 000 теңге. Сол үшін әдейі қате жіберіп жүрдім бе? Мүмкін. Соған бара жатқан болуыңыз мүмкін. Сол үшін психологқа барыңыз. Мамам қатты қорқады. Кімнен қорқады? 21 жаста ипотекамен үй алған дұрыс па? Неғып асығып жатсың? Кімнен қашып бара жатсың? Үй алу арқылы кімді мойындатқым келіп тұр? Міне мен үйді алдым, менің қолымнан келді деп. Балиде қашан? Балиде апрельде барамыз. Балиге кеш жарық әлемнің апасы, сіздің көмегіңіз дейді. Рахмет, сізге үлкен рахмет. Іштегі қорқынышпен жұмыс болады ретрит. Онлайн ретритте. Мен негізі онлайн ретритпен 2 онлайн ретриттің арасының уақытын қатты ұзатпап тез жасап жеріппін да. Соған есте қалдым. Кішкене шаршаңқырақ қалдым. Надо было кішкене жарты жылдан кейін жасау керек еді. Алла нәсіп етсе, енді пока бұл 6-7 айға дейін бұл нәрсе болмайды. Енді көктемге шейін точно болмайды. Көктемде болғанда апрель, майға дейін болмайды пока. Осыған қатыспағандар енді өкін қаластыр. Қатты қатысқын келіп тұр, ақшам болмай тұр, кредит алып қатыссам бола ма? Я не советую кредит алып қатысқанға. Лучше өзіңіздің сата алатын қабілетіңізді қосыңыз. Мені сатыңыз, көршіңізге сатыңыз, құрбыңызға сатыңыз. И солармен бірге өзіңіз көріп алыңыз тегін, қастарында отырып. Мен қатты қарам кеп тұр, ақшам болмай тұр деп 25 000 теңгеден 4 адам қосылып қатысса болады. Или соларға қосылыңыз. Өскеменге ретритке барып көрмегем, Семейге ретритке барып көрген жоқпын. Вот реально вообще уақытым болды. Даже мен Атырауда ретрит жасап көрмегем. Уақытым болмай қалып жатыр. Ақтөбеде ретрит жасап көрмегем. Мен ретрит жасағам Шымкентте уже 10 рет жасаған шығармын. Астанаға бір 4-5 рет жасадым. Алматыда 10 шақты рет жасадым. Ақтауда бір 3 рет жасадым. Анам әкем қайтқан қабылдағанды қалай білеміз дейді. Анамызды, әкемізді ойлағанда жүректе жып-жылы бір сезім пайда болады да, бұны түсіндіре алмайсың да сөзбенше. Жолымызды ашу үшін істеуге болады, ата-ананың разылығын алу керек. Аллаға жақындау керек. Мойдағы, бойдағы, ойдағы жамандықтарды, негативті, біреудің бітшін шығарам, талқан шығарам деген агрессиядан құтылу керек. Вот примерно вот осындай нәрселер бар. Ал, мынандай жүрек қойып қойдым, маған мынандай жүрек жіберіңіздер. Тиктокпен қарап отпай сыйлық жинап отырсам күшті болады екен. Жолдасым сіңіліме білдіртпей ақша жіберіп отырған. Телефон бәрін өшіріп жүрген. Сіңіліме айтсам боқтап шығады, сен ұлыңа жібердім деп түк түсінбедім. Кім-кімге білдіртпей не істеген? Уай! 5 жүрек келді Аружан. Рахмет, Жамбульская, рахмет, Тамирис, рахмет. Сізбен тікелей жалғыз сөйлескім келеді деді. Ол деген ең оңай орындалатын арман сол шығар. Қорқыныш көп кедергі болып жатыр. Қорқынышы көп адам продажа жасай алмайды. Қорқынышы көп адам көп ақша жасай алмайды. Қорқынышы көп адам үлкен масштабқа шыға алмайды. Қорқынышы көп адам ол қорқынышпен қайта-қайта кездеседі. Сол үшін сізде 2 вариант бар. Ол қорқынышты проработка жасамасаңыз, өмірде кездесесіз. Проработка жасасаңыз, психологтың алдында кездесесіз. Проработаете, зато өмірде кездеспейсіз. Без проработки ол қорқыныш ағылыңыздан шыға береді. Неге ақша жоқ менде дейді. Мен білмеймін ғой, неге сізде ақша жоқ екен.
көздің құрғау психосоматикасын окулистке барыңыздар жандарым бір мезгілде окулистке стоматологқа барып кішкене. Астанада офлайн ретвит болады. 9941 номеріне хабарласып сұрап көріңіздер. Может, орын тауып береді. Бірақ Астанада орын полный деді ғой. 4 кісі қосылып сабақ алсақ 4 аккаунт жоқ, бірақ аккаунтпен бір жерде отырып көресіздер. Ретвиттен кейін қорқыныштар азайыпты дейді. Рахмет. Біреудің көңілін ойлап жоқ деп айтуды қалай үйренуге болады? Жоқ деп айта алмау деген это страх қой. Жоқ деп айтсам ренжіп қалады, сосын менімен араласпай қойды, я потеряю кого-то, да, сондай қорқыныштардан болып қалады. Мен сіздің өткенде онлайн ретвитіңізге қатыстым, балама байланысты, күйеуіме байланысты өте көп қорқыныштарым болған, түгел кетіп қалып жеп жеңіл болып жүрмін, енді бизнес бастаймын дейді. Қорқыныш кеткен сайын адамда денежный поток ашылады, енді ол сама собой ғой. Екі қызым 13-11 жас тетелес, күнде төбелес санасу, не істесем болады дейді. Тым жұмсақсың, қатал емес, сен кінә деп айтады көбісі. Не істесем болады? Оларға психолог іздеймін ба, не әлде өзімді жөнді? Сіз өзіңіз бала кезіңізде кіммен постоянно төбелесіп санасатын едіңіз? Әпкеңіз, сіңліңіз болды ма? Біріншіден. Екіншіден, сіздің өзіңіздің миыңызда қыздарыңызға байланысты қорқыныштар бар сияқты. Ақша дым жоқ, даже 5 теңге. Садиктен жұмыстан шықтым, ұнамайды. Енді қандай жұмысқа кіремін, не әнші боламын, не күйші емеспін деген ғой дейді. Бәрі де қолыңыздан келеді. Обязательно бай болу үшін, бақытты болу үшін әнші күйші болу шарт емес. Тамақ жақсы істей аласыз, бала жақсы қарай аласыз, клиник жақсы істейтін шығарсыз. Мүмкін сіздің клининговый компанияңыз болады да. Менің балам ойын ойнағанда менің мамасының кінәсі бар ма? Балам 33-тегі жүрді. Конечно, кінәңіз жоқ. Баланың 33-тегі өзінің ақыл тоқтататын, өзінің миы бар, өзінің өмірі аяқ қолы бар, неге сіз оған кінәлі боласыз? 6 лям бар, 6 миллион. Соны қайда жұмсадымды білмеймін. Үй немесе машина қуып алайыншы десем, тормозить етіп, что-то қалай смело ала берсе болады. Ол бірінің атына келе беруші еді. Бұрын қазір тоқтап түк ала алмаймын. Менің ойымша Санат мырза, сізде бір қорқынышыңыз оянып кеткен. И осы 6 миллионды қайда жұмсаймын деген сайын 6 миллион жоғалып кететін сияқты қауіп бар да. Вот так что успокойтесь кішкене. Сқат жақсы көремін, рахмет. Панический атакадан осы онлайн ретвитке келсеңіз болады. Болмаса психологтарға барыңыз. Ай, рахмет. Мына жүрек жіберіп атқан кісілер. Санда, үлкен рахмет. Санда деген қыз маған көп подарок жіберіп тастапты. Рахмет. Айнұр ханым, осы жыл басталғалы вообще ақшам болмай жатыр. Қанша жұмыс жасап жатсам да. Давайте қыздар, вообще ақшам болмайды деп айтпаңызшы. Вообще ақшаңыз болмаса аштан өлетін едіңіз ғой. Аз-маз болсын келіп жатыр ғой. Қараңыз, мен 3 үй наличкаға алып, бәрі 3 бөлмелі. Енді ештеңке істегім келмей жүр. Ол неден? Страх остаться бездомный дейтін бір не бар ғой. Өз үйім өлең төсегім дейді ғой қазақтарда. И сіз сол үйге байланысты қорқыныш болған, скорее всего, сізде ше. И үй алдыңызда, вы успокоились, да, енді вот мақсат жоқ болып қалды қарай. Күйеуім сыйламайсың дей береді, өзімнің ойымша олай емес сияқты. Скорее всего, күйеуіңіз прав деп ойлаймын. 12 жыл болды ажырасқаныма, жолдасымды ұмыта алмай қойым. Любовницасынан жаман қызғана видеоларын қарап жыным келеді. Талмай жұмыс жасап Алматыдан үй алдым дейді. Ажырасқанына 15 жыл болған, соны аңдиды, любовницасынан қызғанады дейді. Почему? Потому что өзіне қиятын уақытты, өзіне қиятын энергияның бәрін күйеуге жіберіп жатыр. Естественно, сізге басқа күйеу алмайды да, басқа адам келмейді да, өйткені еркектің орны занят сізде. Бұрынғы күйеуі әлі отыр, бессознательно, он ваш муж еще. Кім келді? Тамақ ішіп па, ішпеп па? 13 жыл бедеуліктің себебі неде? Бесплодияға байланысты, вторичный бесплодияға байланысты, балаға проработка жасайтын кісілер, осы 3 күндік онлайн ретвитке қатысыңыздар, осы жерде Айгүл Жомарт қызы сіздерге бесплодияның психосоматикасын проработкасын айтатын болады, Алла нәсіп етсе. Неге сіз тревожностьті навязывать етесіз дейді. Сіздің эфиріңізге кірсем сондай сезім болады менде дейді. Вот теперь айтыңызшы, мына жерде 713 адам отыр, иә? Сізді қоспағанда, сізді алып тастасақ 712 адам. Осы 712 адам айтсыншы, мені тыңдағанда сізде де тревожность ояна ма? Тревожность навязывать етіп жатыр ма, жоқ спокойствие ма? Вот честно айтыңыздар. Скорее всего, сізді бірдеңе тревигрить етеді. Эфиріңізге кірсем сондай сезім болады дегенде, сізде бір страх. Қазір біз сіздің бір қорқыныштың оятып жіберетін сияқтымын. Сондай бір сезімде отырасыз да. Ондай тревожность болса, желательно эфирге кірмегеніңіз болады.
біреу ренжітсе қалай кешіріп кері сөйлесе береміз ба дейді. Өзі мынау 5 күндік жалған дүние деген біреуге ренжіп тырысып жүруге не стоит ол, во-первых, да. Одан кейін мынандай нәрсе ғой. Реніш деген не? Реніш деген у ғой. Мына бір қасық уды ішіп алып, осы ішімдегі уды ішіп алдым өзім, да. Өзім ішіп алғам уды мен ішіп тұрмын. Сөйтіп ана адам қашан өледі, қашан қайғырады, қашан Құдай оны наказать етеді деп ана адамның құлағанын күтіп жүрмін, да. Хотя уды өзім ішіп алғам. Түсінікті айттым ба, түсініксіз айтып жатырмын ба? Осындай. Менің ішіме түскен мына у бір қасық. Ішімнің өкпемді, бауырымды, маткамды бәрін жейді ол. Жеп жатады. Өз ішімді өзім деп атам. Поэтому біз кешірім дегенде ол адамды жақсы көріп, кешіріп, сонымен сүйіспеншілік орнат деген сөз емес. Ішіңдегі удан құтыл деген сөз. Түсінесіздер ма? 13 жасар балам сүйсін тыңдап отыр. Тыңдап, сабақ жат десем тыңдамайды дейді. Рахмет. Спокойствие дейді. Рахаттанамыз. Сізге қатты сенеміз дейді. Маған қатты сенбеңдер. Аллаға сеніңіздер бірінші. Екінші өздеріңізге. Үшінші маған сеніңіздер. Вот сол кезде результат 1000% болады. Сіздің эфирларыңызды көрсем, идеалым оянып, миыма сыймай кетеді дейді. Ата-енеммен келісе алмай жатырмын. Өзіңіздің ішіңіздегі мазасыздықпен жұмыс жасау керек. Ішіңізде мазасыздық көп қой. Мен наоборот сізбен кездесем байып кететін сияқтымын дейді. Гүлімші қалайсың? Сізді тыңдағанда тыныштық демаламын дейді. Рахмет. Айнұр ханым онлайн сабақтарына офлайн тренингіне офлайн рететке қатысқанмын дейді. Ойбай кім? Результат енді мощь. Қазір живу и кайфую дейді. Қоятын сұрақ та жоқ. Осы онлайн рететке де қатысайын деп отырмын. Әсем ханым, қай жақтансыз? Біраз сықырыңыз маған, мен что-то есіме түспей жатыр. Ребят, у нас не снова не мне очки берді ма маған не білдім. Чина не істеп отырсың, Чина маған очки жіберді ғой. Шошып кеттім ғой. Кошмар. Сізді тыңдағалы тыныштық пен береке орын алды. Рахмет. Әкесі зорлаған адамға қандай кеңес бересіз дейді. Ішкі удан, ішкі реніштен, ішкі негативтен босатып тастаңыз, ішіңізден шығарып тастау керек онышы. Я понимаю, енді бұл сізге былай ақыл айта салу маған оп-оңай болуы мүмкін. Но тяжело болады, конечно, но получится у вас. Иншалла получится. Жүрегім тыныш емес, тамақ жепсем, онлайн ретке қатысыңыз. Басқа не айтам енді мен басқа. Қайша, сен қайдасың, аэропортта тұрсың ба?